Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен бұл видеода ұмытылып бара жатқан тағамдардың бірі бұламықты дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Қызып тұрған табамызға қолдың майын салып, 5 қасық ұн салып, қызарғанша қуырып алатын боламыз. Ұнымыз жақсылап қызарып қуырылды. Енді оны ыдысқа салып салқындатып алатын боламыз. Бір литрлік ыдысымызға 500 грамм су, 500 грамм сүтімізді құямыз. Негізінде бірыңғай сүтпен де істеуге болады, өзіңіздің қалауыңызша. Түбі қалың ыдысымызға сүтімізді құйып, ұнымызды салып, езіп алатын боламыз. Қызып тұрған пешімізге қойып, ожаумен араластыра отырып, сүзгіден өткізіп алатын боламыз. Бұл ішінде түйіршіктер болмас үшін. Қазақ халқы бұламықты босанған жас келіншектерге арнап жасайтын болған. Жас босанған ананың ағзасы тез қалпына келуі үшін көмектеседі, әрі анаға күш береді. Бұламық ішкен ананың сәбиі қарны тоқ болады және сәбидің іші ауырмайды екен. Видеодағыдай бұламығымыз бұрқылдап пісуі керек. Бұламығымыз дайын болды, үстінен сары майымызды саламыз. Бұламығымыз өте жұмсақ әрі дәмді. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.